жаңағыдай ашылачивающий 8-5 болатын болса, бұл жерде 7-5, pH 7-5. Бұл енді не істейді? Бұл да бірінші этаптың көлемінде жүрген дұрыс. Но бұл ең бастапқы система, бұл қалқан шебесі дұрыс істейді. Қалқан. Әрине, ер кісі болсын, әйел кісі болсын, қазіргі таңда 10-ның 9-ында қалқан дұрыс жұмыс жасамайды. Қалқан ол бүкіл бездің композиторы. Қалқан дұрыс жұмыс жасамаса, адамда энергия болмайды, адамда ұйқы болмайды, адамда әлсіздік, адамда немқұрайлы, адамда вообще қуат жоқ, ешбір нәрсеге зауық жоқ. Мінез жағынан да тез ашуланып, тез беріліп, тез қолын бір сілмеп, сондай мінез жағынан да әлсіз болып қалады. Неге? Өйткені қалқан дұрыс жұмыс жасамайды. Стресс, депрессия, әлсіздік, өз-өзіне жаңағыдай біреулер тастап жібереді, өз-өзіне қол жұмыс жасайтындар көп негізі. Неге? Оның барлығы осы қалқаннан екен. Неғұрлым заман дамыған сайын, соғұрлым қалқанның істен шығады, қалқан. Мысалы, біз өткенде кеше Қытай мемлекетіне бардық. Ол жақта ең бірінші орында тұрған сол қалқан екен. Қалқанша энергия төмен, энергияны сорғылар, өз-өзіне қол жұмсайтындар бар, өз-өзіне даже не только Корея, Япония дегендерде бірінші орын қатарында жаңа нәсіл. Неге? Өйткені осы нәрсе. Мынау өнім ең бірінші сол қалқанды дұрыс. Қалқандағы гипотериоз, қалқандағы жаңағыдай диффузно токсический, аутоиммунный, тиреоидит, басқа соның барлығын реттейтін өнім қалқан шебесі. Біздегі эндокринологтар ең бірінші осы өнімдерден кейін осы өнімдерді бірінші орынға қойып қойған. Яғни қалқанды дұрыстайды. Екіншісі бұл жаңағыдай ашылачивающий бомба дейді, шылыч. Бірден шылычқа айналдырады, дәм жағынан, ұйқында жатпайды. Шылычный среда кіргеннен кейін вирус, бактерия, паразит, маразит, анау, онкологиялық өмір сүре алмайды. Өмір сүру деңгейінде желеді. Түсіндіңіз? Бұл өнімнің құрамында 12 ингредиент бар, 12 ингредиент. Мынаның ішінде 6 болса, мынаның ішінде 12. Соның ішіндегі основнойлары ол сибирская пихта, хубыл, бронхит, астма, туберкулез, өкпемен связаны диагноздармен кете береді. Екіншісі ол дигидрокварцетин, қайынның шайыры дейді. Ол не істейді? Қанды сұйылтады, оны тез сұйылтады қанды. Және де бүкіл ингредиент витаминнің барлығын ол клеточный жеткізіп береді. Үшінші ол черника, черная смородина, көзге жақсы, басқа жақсы, миға жақсы. Ары қарай мынау не бар? Не дейді? Төрт кислота. Лимонная кислота, яблочная кислота дейді. Солардың барлығы бірлескен уақытта адамда жаңағыдай бірінші қалқанша дұрыстайды, екіншіден бүкіл воспаление процесстері дұрыстайды, үшіншіден бұл скорый помощь, жедел жәрдем деп айтады. Бізде Қытайда қандастарымыз жедел жәрдем. Неге бұл десе емдеу екен. Неге? Өйткені бірден тазалайды. Кішкентай балаларға, мысалы 2 айлық бала ауырып жатыр. Қазір көп тұмау, воспаление, пневмония, даже аллергиялық реакциялардың бәрі пневмония тудырады. Антибиотиктер сала береді, балаларға сала береді, соңында аутоиммунный проблема шыға келеді. Эозинофильная пневмония дейді. Соның барлығы кезінде опять сол неге парацетамол, антибиотик нәрселерге в общем шықпайды ғой, балалар көп балалар шыға алмайды. Сондай балаларға бәрін сырып тастайсыздар, ионға беріңізші. Бәрін тазалап, қалыптастырып, иммунитет реттеп, ішек флорасын реттеп, вообще ауырмайтындай қылып береді. Тез қалыптастырып балаларға. Антибиотик парацетамолдың орнына беріп жатырмыз жаңағы. Тұмауы бар, жөтелі бар, кишечный инфекциясы бар, басқасы бар. 1-2 миллиграммды шприцке набирать етеміз саған или ноймен или сумен араластырып. Әрбір 4 сағат, 2 сағат сайын бере бересің. Ол 2-3 күн көлемінде таптаса шығады. Сол үшін жедел жәрдем деп айтар екен.